Кайрылып таң сүйкімді жан. Әншейін сағат 6:30 сондайда әрең тұратынсың ғой. Блог түсірем дегеннен кейін ба, әйтеуір сағат 5-тен кетте от души ұйқың қанып өз-өзімен оянып алсың ғой, прикинь. Таңымыз атты. Күнімізді бастаймыз. Кеттік. Где же мой миллион? Где же мой миллион? Деньги стабильны? Не, это все в фильме. Это все в фильме. Бомбина мобильник, бытовуха будильник. Иду в холодильник. Азанда бір стакан су, зат алмасу процесіне көмектесіп ағзадағы зиян заттарды шығарады. Және де міне кист альхенди деген дәріні ішіп жүрмін. Ол табиғи өнім. Бір өсімдіктің тамыры ма, кист деген сондай бір өте жаңағы пайдасы зор табиғи өнім. Айтады ғой, воистину лучшее лечение это хиджама и кист деп. Күнде азанда растяжка жасаймын. Таңертең ұйқыдан оянғаннан кейін бір стакан су, сосын жаңағы кист альхенди, сосын жаттығу. Жаттығу дегенде растяжка денем созып аламын да. Тағы бір айта кететін жайт. Сіздің денеңіз гибкий болу керек қой. Мысалы, қараңыз, міндетті түрде сіз мені аяғыңыз түз ұстап бүкпей, аяқты бүкпей, қолмен жеткізу керек қой бақайға дейін. Себебі аяқтың мынау тұстарында жаңағы почка сондайлардың каналы бар екен. Егер аяғыңыз былай түз ұстамай былай жете алмайтын болсаңыз, ол қате. Шамиль Аляудинов деген имам бар. Өте даналы, білімді кісі. Сол кісі айтады да, маған жаттығу жасаушы керегі тек қана пол мен турник қана керек дейді. Маған да сол созылып былай. Ютубта ол кісінің жаттығуларын таба аласыздар. Өте пайдалы ағзаға. Ең бірінші байлық, денсаулық. Так. Шай ішіп алдық. Енді отырық на стартика, мамашаны күтіп отырық, шығу керек. Стасты күткеміз келді. Енді қазір. Так, масканы алдым, пропускты алдым, каска. Сол. Мамаша қайда? Қыздар примерно мамашаны тосып тұрып көргісі келіп тұрған шығар. Мен Жәнібекке шықсам примерно енді қандай болады екен деп. Оқып қойдым ғой, мен оқып қойдым. Бәрін біліп тұрмын. Былай ғой жағдай, былай дейікші. Мысалы, сен мен подписчигімсің, сосын мен неме кірдің, каналыма кірдің, мен блогтарын көріп атсың сен. Уже автоматически мен досым боласың, мамаша келеді. Мне не нужна скорость, я без этого туриста. Не нужна скорость, я
Қазір сағат 7:17. Өзім жұмысқа баратырық. Кто идет, мы идем. Кто поет, мы поем. Настроение каково, настроение о. Арайлап таным, асқақтап тауым deyip келатып қой деп. Чуть-чуть спецовкамды Италияға жолға берген ұмытып кете жаздаймын ғой. Заводскойлар біледі ғой. Тәге жағдай екен. Қайта есіме түсті. Брат, я Duracell, скорость не нужна совсем. Ночью жесткий трип, а под ню я бизнесмен, ага. Очки, ассаламағалейкум. 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 Менің бүгін аса көтеріңкі көңіл күймен жүрген тағы бір себебі, ол мен бригадирім бүгін отпускқа шықты бірінші күн. Мен любимый бригадирім. Солғы тащимыз. Ана заданияны алдық. Анаяқта кесілген кабельдер бар, алюминиум. Соны өлшеп ұстау керек. Сол болып тұр жұмысымыз. Уже кранда кеп қалды. Кабельдерімізді өлшеп, енді асханаға бара жатырық. Кабель өлшеп болғаннан кейін тағы бір жұмыс тауып берді, оны да істеп тастадық. Енді сол енді. Как-нибудь нашел, талонный пошел, в столовую зашел, покушал, ушел, а не тұрып қой. Обед заводского чек. Обедтен кейін бір жарты сағат уақытымыз болған. Сол ұйықтап алғанбыз жарты сағат. Енді обед бітті, жұмыс қайттан басталды. Мен блог туралы ұмытып кетіппін ғой, прикинь. Жаңа неде кабинетте мастерскойда отырғанда түсірем деп ойлағам. Мен дальше больше жұмысқа барайын деп жатырмын. Мен асханаға баратырмын су алу үшін. Шөліп тұрмын. Сүтті де алып үлгерген суық. Кейін ал. Аха, беріңіз. Ай Джони. Жұмысымызды аяқтап жатырық жай-жайдан. Енді жұмысымызды аяқтадық бүгінге. Цехқа өзіміздің қайтайын деп жатырмын. Елдер жұмыстан үйлеріне қайтып барады. Осыны көріп настроением көтеріліп жатыр, өйткені біз де скоро қайтамыз. Сағат кешкі 5-тен кетті. Жұмыс бітті, енді міне үйге қарай қайтып баратырық. Машинаға да жеттік. Уақыт тез өтіп кетті, тәйім-тәйім. Мен негіз жеткізейін деген бір ойым бар. Егер сіздер бір кабинетте жұмыс істейтін болсаңыздар, онда былай компьютердің алдында мен сіздерге беретін кеңесім, ол үйде болсын, былай кешке ма, әйтеуір бір серуендеп, былай жүріп қайтсаңдар, сол кезде сіздердің ағзаларыңыз, иммунитеттарыңыз мықты болады. Физикалық тұрғыда белсенділік қажет, міндетті түрде қажет. Айтып тұрмын ғой, өмір ол қозғалыс. Движение — это жизнь. Физически активный болу керек қой. Біздің өмір салтымыз. Солай жағдай жалпы. Базарға келіп продукт алайын деп жатырмын. Не аламыз? Балқаштық базар. Үйге келдік. Енді сходу, не тупя алып талдарды суарып жүру керек. Күн ыстық болды ғой бүгін. Дегенмен
Халқыммен біргемін мен. Кайфоватит, щитка кайфоватит. Посадил дерево, полил его водой. Прощу теперь его, ничего сложного, ничего сложного. Видишь, ничего сложного, ничего сложного. Видишь, ничего сложного. Добро пожаловать, иди сюда. Сделаем пиздюка. Ничего сложного, ничего сложного. Видишь, ничего сложного, ничего сложного. Видишь, ничего сложного. Это интервью, не дудю, а самому себе. Все, что я люблю, оттеплю, отложу жаркий день. Сағат кешкі 5-тен кетті, 6 болып қалды. Біз үйге жеттік. Енді мен қазір бағана таңертең жасағандай сәл-пәл растяжка жасап жүремін. Созылып денем. Енді қазір бір нәрсе легкий перекус. Сосын есік алдына огородқа шығамыз жұмыс жасауға. Кес. Я котик, ты котик. Үйдегі тірліктермен жүріп, блог туралы ұмытып кеттік қой. Мен бағана огородта есік алдындағы жұмыс шаруаларды бітірдім. Сосын шай ішіп үлгердім. Енді шайын алып, ұйықтайын деп жатырмын, төсегім салып қойдым. Жалпы айтқанда бүгінгі күн продуктивный болды, насыщенный болды. Сол енді. Күндеріміз, әрбір күнімізге, әрбір атқан таңымызға рахметімізді айтайық. Әрбір сәтімізді бағалай білейік. Және мен жеке ойым, өзінің қолындағы бар нәрсенің қадірін білмеген, шын мәнісінде бақытты бола алмайды деп ойлаймын. Тек өзінің қолында бар нәрсенің қадірін білген адам ғана бақытты болады шын мәнісінде. Назарларыңызға рахмет. Мен енді ұйықтайын. Келесі күнге аттанам. Сау. Кривые линии вывели по прямой. Андердогом, а криминал двигался как мог. И всех моих кентов матовый каток. С тех времен прошло 100 годов, сошло 100 потов. Не спрашивай меня, браток, что потом. Наладили ход, хорошо, что пошел ток. Молодость моя со мной, прошивка 2-0. Все мои со мной. Скрип. Как бы не хотела стать молодым, времени идет обратно. От улыбок ничего, кроме морщин. Веселиться слишком затратно. Детство с мыслями, что ёбнет кто-то породил. Юность будто карантин. Тело из столба в голове один. Но кто всегда умел мутить главой один. 19 мой парадес, в 20 набрался сил, в 21 полетел, в 23 набрал скилл, 24 калорий, в 25 меня каратит. Пахивал конкретная проблема, больше не кредит. Таблетка, аперитив, дорога, и я так редко не навредив. Мог что-то делать в срок. Молодость то ли проебана, то ли слишком красочная. Закончилась ли отбитая напрочь моя молодость.